Түркістан облысы Сайрам ауданының тұрғыны Луиза Тойчиеваның Петропавлға көшкісі келеді. Солтүстікке көшу туралы облыстық мансап орталығына келгенде білген. Теріскейден келген делегациялардың жиындарына қатысып, шарты көңілінен шыққан соң көшуге өтінім берген. Көктемде қоныс аудармақ. Луиза 2 баланы жалғыз жеткізіп отырған мейірбике. Баспанасы жоқ. Әйел бұл бағдарламаға үйлі болу үшін қатыспақ. Мемлекеттік көмегі қызықтырды. Үй береді, айтқан нелеріңді, словияларны қойып береміз деген екен, қызықтыр. Мамандығым мейірбике, сол өз мамандығым бойынша жұмыс бар деп айтты. Жұмысымда 1-2 таныстарым кеткен, туыстарымыздан естік 1-2-ден. Жағдайы жақсы дейді. Қуатты өңірлер ел дамуының драйвері ұлттық жобасы аясында биыл Сайрам ауданына солтүстік өңірлерден 5 рет делегация келіп, тұрғындарды бағдарламаның ұтымды тұстарымен таныстырған. Нәтижесінде 2024 жылы 52 отбасы, нақтырақ айтқанда 180 азамат қоныс аударыпты. Ал бағдарлама туралы естіп, өздігінен өтініп берген 14 отбасының 6-ы Теріскейге көшіп үлгеріпті. Қалған 8 жанұя қоныс жаңарту үшін қыстың өткенін күтіп отыр. Қазіргі түлектер бітіруші өте көп мұғалім мамандығын алады. Бізде мектептерге вакансиямыз аз. Сондай мақсатта жаңағыдай бізде жер беру тапшы. Ол жақта мал бағуға өте ыңғайлы сол мәселелер. Одан кейін жаңа үй мәселесі ояқта қарастырылған. Өткен жылы 150 азамат жалпы көшті, биыл 30 адамға көбейіп отыр. 7-8 отбасы қайтып, сондай жаңа ауа райы жақпай, жаңа условиялар ұнамай қалған ондай жағдайлар болды. Негізгі себеп қандай, жаңағы көңіл толмаушылық па, жоқ әлде ауа райы жақпауы ғой негізгі себеп. Солтүстік өңірлерге биыл Түркістан облысынан 300-ге жуық отбасы қоныс аударған болса, Шымкент қаласынан 159 отбасы, нақтырақ айтқанда 592 адам көшкен. Басым бөлігі Павлодар және Солтүстік Қазақстан облысына орналасыпты. Жауаптылар биыл 3-ші мегаполис жоспарына сәйкес 380 отбасыны көшіру көзделгенін айтады. Бірақ биыл орын алған төтенше жағдайға байланысты қоныс аударушылар легі бәсеңдеп қалды дейді. Негізінде насихаттау барысында бұдан да көп отбасы көшу жоспарланған еді. Алайда өткен жаңағы топан су басуына байланысты адамдарда кішкене үрей басып кетті адамдардың жаңағыдай. Сосын сәл бәсеңдеп қалды ол ниеттері. Біздің оңтүстікте жаңағыдай жайылым жерлер де аз, бағанағыдай егімен айналысам десеңіз, жаңағы суармалы жерлер де аз дегендей. Ол жақта жаңағыдай ауыл шаруашылығымен айналысам десе де, жерлер қарастыруға көптеген мүмкіндіктер бар. Педагогикалық, медициналық мамандықтарға өте бәсеке жоғары ғой. Ол жақта сол мамандықтар тапшылығын алға тартып, сол мамандықтарға қазір бізде педагогикалық, медициналық мамандықтарға сұраныс солтүстік өңірлерде өте көп болып жатыр. Сол себепті біз қазір жұмыссыз тұрған сол азаматтарға басым көңілді бөліп жатырмыз. Шымкенттен ерікті түрде қоныс аударушылар саны. Павлодар облысына 49 отбасы 184 адам, Солтүстік Қазақстан облысына 77 отбасы 289 адам. Қостанай облысына 15 отбасы 65 адам, Қарағанды облысына 3 отбасы 10 адам, Абай облысына 3 отбасы 7 адам, Шығыс Қазақстан облысына 10 отбасы 33 адам, Ұлытау облысына 2 отбасы 4 адам. Әлеуметтанушы Жандос Сәрсенбековтің сөзінше, солтүстікке көшуге бірінші себеп баспана мен жұмыссыздық мәселесі. Баспана жоқ болған жағдайда, онда ол үлкен әлеуметтік мәселе, тұрмыстық мәселе. Сол себепті адамдар көшуге ниет етеді, көшкісі келеді. Басқа жақтан дұрыс, ыңғайлы жай іздей бастайды. Яғни бірінші себеп бұл баспана мәселесі. Ол бір. Екіншіден, жер алып үй салу деген екінші жолы бар. Әрине дайын үйді алуға, барлық жағдай жасалған көп қабатты тұрғын үйлерден үй алуға адамдардың шамасы жетпеген кезде жер алады. Бірақ қазіргі таңда бәріміз білетіндей, Шымкент қаласында бұлай берілетін жерлер
жоқтың қасы. Болған күннің өзінде өте қымбатқа сатылады. Басқа қалалармен салыстырғанда, басқа мегаполистермен салыстырғанда, әрине бұл жерде Алматы мен Астана, бізде еңбек ақы төмен. Тапқан табыс күнкөріске жетпей жататын жағдайлар бар. Сол себепті көшет деп есептеймін. Түркістан облысы көп жылдан бері Қазақстандағы ең кедей өңір ретінде аталып келеді. Ресми дерек бойынша облыста 850 мың адам еңбекке қабілетті саналады. Соның тең жартысы 400 мың адам өзін-өзі жұмыспен қамтыған азамат. Түркістан облысында халықтың 80% ауылды жерде тұрады. Гүлдана Сейдрасул, Мирас Ашенов, Н толқынында жобасы.